Директоры Нехаев Артем Валерьевич деген кісі екен. Сонымен сол нақты сөйлесіп, осындай оборудование бар ма, бәрін бере аламын деді. Сонымен бір айдан кейін вообще уже хабар болған жоқ. Қызылордалық кәсіпкерге ақшасын бермей жүрген Артем Лихаев деген азаматтың дәл қазір жұмыс орнына келіп тұрмыз. Осы ситуацияға түскенім, осы правоохранительный органдардың маған дұрыс қарамағанына сол. Оборудование на 58 миллионов. Хотели у вас комментарий взять? Сол қазірге дейін енді ешқандай не жоқ, қозғалыс жоқ, ақша қайтқан жоқ, оборудование келген жоқ. Қазақстанда кәсіп ашамын деген адамға мемлекет қолдау көрсетеміз дейді. Бағдарламалар бар, жеңілдетілген несиелер бар. Бірақ ең үлкен сұрақ, егер кәсіпкер алаяқтардың құрбаны болса, оны мемлекет қорғай ала ма? Бүгін осы сұрақтың жауабын іздейтін шығарылым. Қызылордалық кәсіпкер Ақмарал Әбдіразақова өндіріс ашу үшін мемлекеттік бағдарлама арқылы 73 миллион теңге несие алады. Мақсаты ет өнімдерін өңдейтін кәсіпорын ашу, жаңа жұмыс орындарын құру, өндірісті дамыту. Ақшаның 15 миллионы цехты дайындауға жұмсалады. Қалған 58 миллион теңге ет өңдеуге арналған қондырғыларды сатып алу керек болған. Интернеттен қажетті жабдықтарды сататын компанияны тауып, келіссөз жүргізеді. Келісімшарт жасалады. Қандай қондырғылар жеткізілетіні нақты көрсетіледі. Ақша да толық аударылады. Мен Әбдіразақова Ақмарал Мақсұтқызы, ИП Мақсұттың егесімін. 24 жылы осы мемлекетте бізде мемлекеттік бір программа болды, жаңағы ақша берілді, агропромышленный комплекстегі ақша бөлінді да, жаңа именно производство ашатын. Сонымен енді соның программаның несімен танысып көрдім да, жаңағы ет өнімдерін өңдеу, жаңағы сондай бір производство ашқым келді. Оның себебі енді өздеріңіз білесіздер, 24 жылдан бастап баға қатты өсті. Именно осы ет өнімдеріне, еттің өзіне. Сосын енді осы жерде ашып, енді өзімізге көмек болсын деп, жаңа кафе болғаннан кейін, сосын басқа кафе, ресторандарға таратамын, осындай жаңа ет болсын, жаңа өнімдері болсын деп, сол программаға мен қатысқанмын. Соны ұтып, содан 73 миллион ақша ұтып алғанмын. Ол ақша маған октябрьде өзімнің расчетный счетыма түсті. Сосын енді мен іздене бастадым, оборудование алу керек ол ақшаға. Енді ол ақша ремонтпен жаңа оборудованияға берілінеді. Сонымен 15 миллион жаңа ремонт, осы жерде астында ремонт жасап, цехтерімді дайындап сөйтіп бастадым да. Сосын ізде бастадым осындай фирма. Сонымен интернеттен бір фирма тауып алдым, ТО Никар Фудс деген. Именно как раз осындай оборудование солар сатады екен. Сонымен оларды мен звондап, телефонын тауып алып, звондап, сөйлесіп, директоры Нехаев Артем Валерьевич деген кісі екен. Сонымен сол нақты сөйлесіп, осындай оборудование бар ма, бәрін бере аламын деді. Өзімде, жартысы өзімде бар, болмаған несінде Россиядан алып берем деді. Сосын енді сөйлесіп, сосын где-то сол ноябрьге жақын мен енді соған неге бардым, өзім Алматыға барып, сол фирмаға барып, сол кісімен өзім танысып, фирмасын көріп, складтарына барды, таныстырды. Енді жұмыс істеп тұрған мекемедей болды енді өзім көзіме. Сосын жаңа интернеттен іздедім, налоговый отчисление жасайды ма екен, вообще регистрацияда бар ма екен, жаңа благонадежный ма екен. Енді ол интернетте ондай нелер бар ғой енді. Соның бәрін қарап, енді көзім жеткеннен кейін сол 8 ноябрь күні сол неге Алматыға барып, офисіне барып, сол жерден договор жасадық. Осындай маған поставка жасап береді 58 миллионға. Сосын сол жерден сразу список жасадық, қандай оборудование маған керек, бәрін ақылдасып, шешімге келіп, сол жерден сразу ақшасын аударып бердім. Расчетный счетына, өзімнің расчетный счетына аударып бердім. Содан кейін енді ноябрьден бастап ол айтты, бұл оборудование көбісі менде жоқ, мен Россиядан алып берем деді. Сосын жаңа договор, мен енді государственная программа болғаннан кейін, енді оның да сұрауы бар ғой. Ол государственная программа болғаннан кейін, во-первых, ол ақшаны маған кредитке береді. Мен оны қайтарып беруім керекпін. Сосын 1-2 айдан кейін, январь 25 жылы целевой назначение, мен документтің бәрін тапсыруым керекпін. Сосын жаңа
хабарлама беруім керекпін, жаңағы осындай адам жұмысқа алдым, осындай жұмысты бастадым дегендей. Сосын ол жігітке де айттым, мен 15 январьға дейін маған осы оборудованың бәрін жеткізіп беруіңіз керексіз енді. Ой, жеткізіп беремін, осы жаңа жылға дейін бәрін жеткізіп беремін дегендей қылып сөйтіп уәде берді. Сосын договорға прям жаздырғыздым, 15 январьға дейін маған оборудованың бәрін әкеп бересің деп. Сонымен сөйтіп келісіп, енді сосын сөйлестік, енді декабрьде сөйлестік, январьдың 15-іне дейін енді сөйлесіп телефонмен. Сосын бұл жігіт енді маған әкеп берем. Мен уже Россияға заказ бердім, жарысы уже шықты, границада тұр деді, біреу жаңа дайын емес, оған комплектация жасап жатыр деп, енді оборудованың бәрін енді сөйтіп маған енді уәде беріп отырды. Алғашында түрлі себеп айтылады. Кейін компания басшысы Артем Нихаев тағы бірнеше ай уақыт сұрайды. Сәуірге дейін күтіңіз дейді. Кәсіпкер күтеді, бірақ сәуірде өтеді. Тағы да қондырғы жоқ. Тағы да ақша қайтарылмайды. Осы кезде Ақмарал өзін алдандым деп есептеп, Алматы полициясына арыз береді. Осы жерде ең маңызды мәселе басталады. Кәсіпкердің айтуынша бірнеше ай тергеу жүргізілгенімен кейін қылмыстық іс тоқтатылған. Себебі ретінде жеткілікті дәлелдеме жиналмады деген уәж айтылған. Апрельдің аяғында ма сол Алматыға барып, ол жігітпен кездестім бір-екі рет. Сосын ана келе жатыр деп тағы әңгімесін алғаннан кейін сосын айттым, нақты айтшы, бар ма жоқ па? Енді мені алдырмай ақ қойшы енді дегенде жоқ деді. Оборудование жоқ. Мен ақшаларды өзімнің сотрудниктердің жаңағы счеттарына аударғанда, олар менің ақшалардың бәрін жаңағы жоқ қылып жіберді деді. Сосын онда ренжімей, енді мен полицияға барам дедім. Осы екі орталықта полицияға дейін екі орталықта неше уақыт өтті? Сол енді апрельге дейін ғой сол. Неше ай өтті? Сол ноябрьден бастап енді санағанда, декабрь, январь, февраль, март, апрель. 5 ай өтті ғой сол десе. Алдап жүрдім енді. Міне келеді деп, бірақ алып келе жатыр, сондай қылды. Сосын сол майдың басында полицияға өзі регистрациясы Алмалинский районда екен, Алматының. Сол полицияға барып заявление тастап кеттім. Сосын олар енді судебное расследование деп жаңағы істін бастады. Сонымен шақырамыз деді, сол где-то июньде ма очная ставкаға шақырды. Мен сол 16 июнь, по-моему, сол кезде барып, сол жаңағы Нихаев Артем Валерьевич бар, екеумізді отырғызып қойып, кәдімгі очный ставка өткізді. Сол кезде полностью мойындады. Оборудование жоқ, мен әкелген жоқпын, бірақ мен қоямын оны. Сосын мен айттым ғой, сіз енді сөйтіп айттыңыз ғой маған енді сөйтіп, ой жоқ, ондай емес, мен бәрін толық қоям, маған уақыт беріңіздер, уәде берем деп сол жерде жазып кетті кәдімгі уәдесін бәрін. Сосын енді следователь айтты, енді жарайды, бір ай тағы да уақыт берейік бұл жігітке, көрейік енді не дейді екен деп. Сонымен бір айдан кейін вообще уже хабар болған жоқ. Сосын енді мен полицияға звондап тұрып, сосын звондағаннан кейін хат жазып жібердім. Менің ісім не болып жатыр, енді қаралып жатыр ма, қандай не шешім шығардыңыздар дегенде, әлі қарап жатырмыз, шешім шығарған жоқпыз, шығарғаннан кейін сізге хабарын береміз деді. Сонымен хабар жоқ, ол уже июль болды, август болды. Сонымен сентябрьде мен сосын тағы да жаздым. Маған енді берсеңіздерші, менен мына документ сұрап жатыр, енді мен бір нәрсе деп айтуым керекпін ғой енді осы жерден дегенде, уже ол кезде официально қағаз келді, жаңағы осы досудебное расследование полностью закрыто деді, дело закрыто деді, себебі мы не смогли собрать достаточных доказательств деді, сөйтіп сол себеппен жауып жіберді. Ең өкініштісі, кәсіпкердің айтуынша бұл компанияға қатысты осындай күдікпен басқа да ұйымдардың арыздары бар. Кейбір даулар қазірдің өзінде сотта қаралып жатқан көрінеді. Яғни бұл бір ғана адамның мәселесі емес. Кейін кәсіпкер прокуратураға жүгінеді. Содан кейін ғана қылмыстық іс қайта қозғалған. Бірақ оның айтуынша тергеу әлі де созылып келеді. Ал күдікке ілінген адам бостандықта жүр. Кәсіпкер болса мемлекет қолдаған бизнесінен айырылудың алдында тұр. Мойындады, следователь бірге жүрді, сөйлесті, ол уже көрді, сосын біз енді сөйлестік қой следователь, сосын ол айтты ғой енді, бұл явно көрініп тұр ғой, что алдап жүргенін деп, сондай бір әңгімелер болды. Бірақ сондай шешім шығарған. Сосын болмағаннан кейін, осы жерде мен енді акиматқа бардым, облакиматқа бардым, осы жерде партия аманат деген бар, партия Ақжол бар, бәріне хат жаздым. Мен мынандай жағдайға түсіп тұрмын. Бұл ақша енді мемлекеттің ақшасы болғаннан кейін мен қайтаруым керекпін енді
мені ешкім мойнын алып тастамайды ғой. Бірақ мен мынандай неге жағдайға түсіп тұрмын, маған енді көмек көрсетесіздер ма деп. Сонымен тағы да партия жаңа республика бар, оған жаздым. Сосын партия республика өздері официально запрос жасады. Сондай управление полиции города Алматы. Мынау не болды, неге не себеппен жабындыр деп. Олар енді ондай внятный ответ ешқандай берген жоқ. Жабылды, себебі ондай уголовный преступление біз тапқан жоқпыз. Гражданский неге берсін, сотқа берсін, сояқтан шешсін деді. Сонымен сөйтіп қоя салды. А мен гражданский неге бермей отырған себебім, енді суммам үлкен ғой, 73 миллион болғаннан кейін госпошлинаның өзі 8 миллиондай болады екен. Сосын хорошо, мен оны ладно енді бірнәрсе қылып табайын енді. Еще кредит жауып отырмын ғой. Хорошо, табайын. Мен білем, ол қазір шешім шығарады, менің неме сама қайтарып берсін деп. Бірақ ол қайтармайды ғой ол ақшаны. Тем более оның алдында уже оның делалары бар жаңа гражданский. Оказывается, тағы да бір-екі мекемелерді сөйтіп алдап кеткен кезінде. Соның шешімдері бар соттың. Бірақ ол ақшаны ол қайтармаған. Сол үшінші мен болам, төртінші мен білмеймін ғой қанша дело бар екен. Мен тауып отырған екеу. Сонымен ойладым, енді қазір мен, во-первых, ақша тағы да кетіп қалады. Екіншіден, ол шешімді шығарып бергеннен кейін, ол гражданский болғаннан кейін уголовныйға уже жатпайды ол уже. Сонымен қой, осы линиямен тұрайын дедім да, сонымен Алматы полициясына осындай ответ болғаннан кейін прокуратура города Алматы соған өзім запрос жасадым. Нандай болды, соның несін маған шығарып беріңіздер. Олар да сөйтіп сол позиция болды. Жоқ, бұл неге жатпайды, гражданский делоға соған беріңіздер. Енді мен сол жерде жазып бергем, не үшін онда сіздер досудебное расследование аштыңыздар? Сол кезде материалды көрдіңіздер, мен тапсырдым, заявление бердім, бәрін тапсырдым. Неге сол кезде маған отказ бермедіңдер сразу? Сол жерде аштыңыздар дело. Значит, какой-то же вы усмотрели же, а не болып қалды енді в процессе. Тем более біз следовательмен сөйлесіп отырғанда мен айтқан, бұл жігіт айтып отыр, ақшаның бәрін басқа бір нелерге, частный адамдарға аударған, соны көрсеңіздер, енді ол выпискалерінде бәрінде көрініп тұр ғой, қайға ақша жіберген дегенде, даже соны бастапқыда тоже сол немен не самое 190 ба, я сондай алаяқтығымен не қылды, я. Сосын жаңа сосын болмағаннан кейін генеральный прокуратура емес, енді город Алматы прокуратура қайттан запрос жасадым мен. Енді шынымды айтайын, басқа адамдар салдым енді нелерді. Сонымен маған сөйтіп юристтер айтты, тағы да беріп көр, прокуратура города Алматы тағы да заявление жаз депті. Оны январь 26 жылы тағы да жаздым. Сонымен олар возбудили обратно дело, восстановили его, сонымен рассмотрение болады деді. Сонымен қайттан Алмалинский районға айтқан, олар возбудили, сонымен басқа следователь назначили. Ол следователь жігітпен сөйлесіп тұрдым, ол айтты, шақырам, я біз қарап жатырмыз сол делоны деді. Сонымен январьда қайттан возобновление болғаннан кейін, сол февраль, март, апрельге дейін тағы да сөйлесіп тұрдық. Сосын мен енді звондап айтам ғой, мен келейін ба, барайын ба енді барып, осы жерде айтайын, мен документтерім бар, енді көрсетейін десем, бәрі белгілі болып тұр, мен өзім хабарын берем деді. Сонымен болмағаннан кейін тағы да жазып жібердім енді. Не болып жатыр менің делом дегенде, сол бір қағаз жіберді, мен түсінбедім ол қағазын. Басы жоқ, аяғы жоқ, что-то возобновление бар ма, жоқ па, енді түсінбедім ол делосын. Сосын одан кейін қазір енді осы июльде ма генеральный прокуратураға тағы да запрос жасап жібердім. Осындай маған осындай болды, енді тағы да қарап, енді маған енді несін мен дұрыс жасап отырмын ба, жоқ па дегенде енді сондай. Қазір ол заявление кетті сол 22 июль ма, сол күні мен жазып жібергенмін генераль прокуратураға. Сол қазірге дейін енді ешқандай не жоқ, қозғалыс жоқ, ақша қайтқан жоқ, оборудование келген жоқ. Енді шынды айтуым керекпін, енді бір 3 миллионға бір оборудование ол алдында жіберген маған сол. 3 миллионға жіберді, енді сол 55 миллионның оборудованиесі таки жоқ менде. Бұл жерде ең үлкен мәселе тек 58 миллион теңге емес. Бұл кәсіпкерлердің мемлекетке деген сенімі. Егер заңды түрде келісімшарт жасап, ақшаны банк арқылы аударып, кейін тауарын да ақшасын да ала алмай, құқық қорғау органдарынан да нақты нәтиже көрмесе, онда ертең өндіріс ашуға кім тәуекел етеді? Мемлекет кәсіпкерлікті дамыту туралы көп айтады, бірақ кәсіпкерді қорғау, қолдау бағдарламасын жариялаумен ғана бітпейді. Егер адал кәсіпкерлер өзін заң алдында қорғансыз сезінсе, онда инвестицияда, өндірісте, жаңа жұмыс орындарына да қауіпке ұшырайды. Сондықтан бұл іске ішкі істер министрі Ержан Саденовтың араласуын сұраймыз.
Бұл іске жауапты органдар жан-жақты әрі объективті тергеу жүргізеді деп сенеміз. Көріп тұрғандай мына цехты бастадым. Енді арасында өзім қаражатыма алып келген оборудованием бар. Енді жұмысты тоқтатпай жұмыс істейін деп сондай бір нем бар енді, бірақ мақсатым бар. Бірақ енді мынау основной оборудование келмегеннен кейін толық жұмысты бастай алмай тұрмын. Енді шын айту керек, мынау ТО РИЦ Қызылорда деген мекеме маған енді жақсы көмек көрсетті. Енді мен ноябрь 24 жылы алған кредитті мен январьда документтерін бәрін тапсыруым керек еді. Бірақ енді 1,5 жыл болды, маған енді көмек көрсетіп келе жатыр, отсрочка беріп жатыр. Сосын енді мен тоқтамай облакиматқа да барғанмын, осы жерде партия Аманатқа барғанмын, партия Республика, партия Ақжол. Солар енді бәрі көмегін көрсетіп жатыр, қолдарынан келгенше жазатын жерге жазып, бірақ ешқандай нәтиже шығып жатырған жоқ. Енді мен осы жерде осының бәрі, осы ситуацияға түскенім, осы правоохранительный органдарын маған енді дұрыс қарамағанына соның себебінен осындай неге ситуацияға түскенімді, содан енді осындай неге ситуацияға түстім енді.